Бірақ жаңағы жалпы жылдың басында ол ситуация қандай болды, жылдың аяғында ол ситуация қандай болды, біз кей кезде оған көп тоқталмаймыз, өйткені салықты өсірмекші мемлекет келесі жылдан бастап. Енді жағдай айтарлықтай мәз емес. Қаншалықты инвесторлар портфелі ұлғайды. Мысалы, бізде жаңа жобалар пайда болды ма? Болмаса біз өндіріп отырған дүниемізді қаншалықты терең өңдеуге кірістік, болмаса шынында да біздің нарық қаншалықты кеңіді. Әр жобаны бастап, оны соңына жеткізе алмаудың бір сабағын алмаған секілдіміз. Нағыз ұлттық мүддені қорғай алатын мемлекеттік компания болу керек. Мына жақта ұлттық компания бар. Ұлттық компанияға статус беру керек. Бұлар коммерциялық тұрғыда компаниялар ма? Ақша табу пайда ма? Әлде бұлар сол жердің қоғамдық мәселелерін шешетін ұйым ба? Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі подкаст бұл 2025 жылдың қорытындысы болмақ. Қазақстанның мұнай-газ саласындағы маңызды оқиғаларын талқылау үшін бүгінгі біздің студиямызға келіп отырған қонақтарымызбен таныстырып өтейік. Бүгін бізді тұрақты спикеріміз бұл Қазақстанның мұнай сервис компаниялар одағының президиум төрағасы Рашид Хасенұлы, және де Energy Analytics компаниясының директоры Абзал Нарымбетов, сонымен қатар Energy Monitor қоғамдық қорының директоры Нұрлан Жұмағұлов. Қош келдіңіздер. Жалпы бүгінгі подкасты мен мынау сұрақпен бастағым келіп отыр. Мұнай-газ өндірісінің дамуы қанағаттандырарлық па? Жалпы қай тұстарын жетілдіру қажет? Енді жалпы біздің мұнай-газ саласы, жалпы экономикамыз мұнайдың бағасына тәуелді. Өкінішке орай мұнайдың бағасы соңғы бір жылда түсіп кетті. Бұл дегеніміз салықтың түсімі азаяды. Ал қазіргі таңда мемлекеттің шығыны өсуде. Өкінішке орай енді мұнайға тәуелділік ол қатты әсер етеді Қазақстан экономикасына, дамуына. Ұлттық қордан ақша енді келесі жылы біз шеттетеміз деп жатыр мемлекет, 2 триллион ғана алатын болады. Қазіргі таңда соңғы 3 жылда 5 триллион, 5,5 триллион алып жатырмыз. Сондықтан да енді салықты өсірмекші мемлекет келесі жылдан бастап. Енді жағдай айтарлықтай мәз емес. Өкінішке орай біз мұнайдың бағасына қазіргі таңда тәуелдіміз. Сондықтан өндірістің дамуы қанағаттанарлық емес дейсіз ғой? Енді геосаяси ғой қазіргі жағдай. Геосаяси, біз енді Қазақстан үлесі үлкен емес қой. Қазақстан тек қана 2% мұнайын өндіреді. Мен егер өндірістің жеке басына келетін болсақ, өндірістің дамуын бір 3 түрлі тұрғыда байқаймын да. Бірінші, қаншалықты инвесторлар портфелі ұлғайды. Мысалы, бізде жаңа жобалар пайда болды ма? Болмаса біз өндіріп отырған дүниемізді қаншалықты терең өңдеуге кірістік, болмаса шынында да біздің нарық қаншалықты кеңіді. Осы 3 сұраққа жауап іздеу арқылы бір баға беруге болатын сияқты. Менің ойымша шынында да биылғы жылы әртүрлі біз күтпеген, болмаса жаңағы біз дайын емес экономикалық қақтығыстардың мәселесін шешумен өтіп кеткен сияқты. Мынандай терең болашақ бір 5 жылда болмаса болашақ бір 10 жылда жаңағы деңгей жобасы сияқты, болмаса жаңағы тіпті әртүрлі сынға ұшырап жатқан инсесүй жобасы сияқты, қашаған жобасы сияқты бір үлкен іс басталған жоқ деп айта аламын. Сондықтан жаңағы менің ойымша қанағаттанарлық емес, және де мен бір инвесторлардың да жаңа ойыншыларды көрмедім. Көбіне енді әртүрлі жобаларға қол қойып жатыр, анда барып келдік, мында беріп келдік. Қытай болмаса Ресей инвесторлар туралы көп айтылады, бірақ бірде-бір жобаның нақты іске асқаны әлі мұнай саласында жоқ. Сондықтан қанағаттандырған емес деймін. Менің қарапайым халыққа түсінікті болу үшін айтып жатқаным. Негізі жалпы әр жоба басталған кезде оның басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Басы біз қалай айтамыз, сосын ортасын қалай оны орындаймыз, соңында одан қандай сабақ алдық. Менің ойымша біз қанша жобаны бастадық, жаңа сіз айтқан секілді 10 жыл бұрын дәл сондай жоба негізі басталды, көп жобалар. Аты өзгергенмен, заты өзгерген жоқ бізде.
Сондықтан біз, менің ойымша, әр жобаны бастап, оны соңына жеткізе алмаудың бір сабағын алмаған секілдіміз. Меніңше, неге жобаны бастаймыз, және сол жобаны біз соңына қарай орындалмайды. Дәл сол жобаны басқа атпен қайтадан басқа бір жоба ретінде ортаға ұсынамыз. Сондықтан менің ойымша, сабақ алу керек сияқты. Екінші мәселе, өз ойым, біз инвесторлардың көп аузына қарамауымыз керек та негізі. Мемлекет өзі идеологиясын алдына қойып, соны өзі жүргізетін жағдайда негізі. Қаражатта жетеді. Мемлекет инвестор ретінде өзі Былай салыстыратын болсаңыз, мысалы бір екі түрлі ел бар да, мысалы Америка құрама штаттары, Канада, Ұлыбритания, оларды алатын болсақ, олардікі толықтай жекеменшік салаға берілген сала, мұнай сала, бүкіл сала негізі. Ол жақта түсінем, инвесторлар, олар жекеменшік, олар өздері жәндегі ақшасын, қаражатын құяды, сөйтіп ол жобадан бір белгілі бір пайда алып жүргізе береді, мемлекет оны бақылап отырады. Ал біз көбінесе араб елдеріне келетін секілдіміз. Өйткені ол жақта мемлекет көбінесе өзінің коммерциялық тұрғыдан да ұлттық компаниялар арқылы бақылап отырады. Тек қана бүкіл саланы сол әрқайсысы бір ұлттық компания болды. Енді қарайтын болсақ, бізде мысалы әр салада бір ұлттық компания бар. Қазмұнайгаз, мұнай саласында, газ саласында, Қазақгаз, атом саласында, Қазатомпром секілді да. Бұл чемпионлар деп есептеледі негізі. Бірақ чемпион ішкі нарықта чемпион болып қалды да, сыртқы нарыққа шықпайды. Ал егер шыны керек болатын болса, бұл чемпиондар сыртта чемпион болу керек та. Өйткені мысалы Норвегияның Сатойлы өзінің нарығында дамып алды да, сыртқа шықты. Қазір жарты мұнайын сырттан шығарады мысалы. Мысалы Петробрас мысалы, ол да сондай. Сол секілді біздің жәндегі ұлттық компаниялар мемлекеттің жәндегі берген приоритетті право дейді, жәндегі өзіне берген қолдана отырып, басқа сыртқа шықпайды. Сондықтан мемлекет оны әрі қолдап отырады, әлі шынықпайды да рингте. Шынығатын, менің ойымша, инвестор ретінде өзіміздің ұлттық компаниялар қазір соған жететіндей дәрежеде бәсекеліксіз сыртқа шығу керек. Ол сыртқа шығатын болса, басқа оған мердігерлер де тартынады. Біз енді қарайтын болсақ, мысалы бізде итальян компания біреу кірді ма Қазақстанға, одан қасында бір 100-ге мердігер келеді, подрядчик. Неге? Ол ледокол ғой негізі, мұзжарғыш. Яғни бүкіл сыртқа олар әр елге кіру үшін бір өзінің компаниясын атайды, соның артынан бәрі тартылады. Мердігер де тартылады, жұмыскер де тартылады, басқа да нелер тартылады. Ал біз ішкі нарыққа қалып қойдық, сөйтіп инвесторды күтеміз да. Сөйтіп инвесторлармен келісеміз. Инвестор ешқашан ол біздің немізден жұмыс істемейді, бірдей тепе-теңдікпен. Ол өз мүддесін әрқашанда бір саты алға қояды. Сондықтан біз инвесторлармен дұрыс келісе алмаймыз. Сондықтан бұл жерде менің ойымша біз сол инвесторлық менталитетке өтуіміз керек та, біз атакаға көшуіміз керек негізі. Мәселе біз постоянно оборонадамыз да, оборонада біз дамымаймыз. Біз күтіп отырамыз да, мынау инвестор келсе екен, Қытай келсе екен, орыстар келсе екен, американдықтар келсе екен, европейцер. Олар келген кезде біздің ойынды ойнамайды олар. Олар өздерінің шарттарын қояды, біз солардың ойын ойнаймыз, одан кейін барып ренжиміз да, инвесторлар неге бұлай істеді. Ал егер бұл жерде біз өзіміз алға тартып, өзіміз атака шығатын болсақ, онда солардың несімен бір деңгеймен ойнаймыз да. Иә, осы сіз сөзіңіз аузыңызда өзіңіз айтып кеттіңіз, жаңағы энергетика министрлігі, сонымен қатар ұлттық компаниялар туралы айтып кеттіңіздер. Жалпы осы энергетика министрлігі мен ұлттық компания арасында қарым-қатынас қандай? Арасында бір қарама-қайшылықтар бар ма? Менің ойымша, шында да кей кезде біз бір орган сияқтымыз осы кей кезде. Шында да осы Министерство энергетика өзінің осы мемлекеттің бүткіл энергия ресурсына қалыптасуына және дамуына бір кей кезде инициативаны ұлттық компанияларға беріп қойған, кей кезде ұлттық компаниялар тікелей президент әкімшілігіне бағынатын сияқты ма, кей кезде өздерінің бір-бірімен жай жұмыс жоспарларының үйлеспей жататынын байқаймын да. Негізі, Рәке, бізде жалпы 10 жылдық, 20 жылдық, 50 жылдық стратегия жоқ. Соның арқасында түсініспеушілік болады. Мысалы, қараңыз, жылдың басында көктемде не істеді? Бензин, дизель отынның бағасын шектеуден бас тартты мемлекет. Енді мұнай-газ компаниялары жергілікті нарық, экспортқа емес, жергілікті нарыққа мұнайын тапсыратын болды, мұнай өңдеу зауыттарына. Өйткені оларға тиімдірек. Кедендік баж салығын төлемейді. НДП дейміз, оны 50%-бен төмен төлейді. Ал енді қалай енді мұнай-газ компаниялары, Қазмұнайгаз ішкі нарыққа жұмысын бағыттаған кезде мемлекет не істейді? Көктемге шейін бағаны шектетіп тастайды. Бұл да енді мұнай-газ компанияларына қатты тиеді ғой. Олар өйткені шығын, үлкен шығын. Иә, өйткені олар енді жоспарлары бар етін. Тұрақсыздық
тұрақсыздық. Ал енді Абеке айтып жатыр, негізі Абекемен келісем, біз мемлекет өзі үлкен жобаларды іске асыру керек. Мысалы, жылды қорытындалып жатырмыз ғой. Қарашығанақ газ өңдеу заводы басталу керек еді осы жылы. Әлі күнге шейін FID деп аталады, инвестициялық шешім жоқ. Энергетика министрлігі не деді? Инвесторлар өздері соқпаса, онда біз өзіміз соғамыз деді Қазмұнайгаз. Негізі Қазмұнайгаз соға алмайды екен, Қазмұнайгазда ақша жоқ. Бұл табысы сонда керемет деп көрсетті. Жоқ, табысы жоқ. Енді оның Қазмұнайгаз ол нарықтағы компания. Оның кредиттері бар. Ол мысалы Қарашығанақ газ өңдеу заводына кемінде бір 3-4 миллиард доллар инвестиция қажет. Қазір Қазмұнайгаз газ химия саласына миллиардтаған ақша салу керек. Енді закредитованность болады ғой, компания өзінен артық мөлшер ақша алмайды. Сондықтан да бұл жақта мемлекет өзі ірі жобаларды іске асыру керек. Норвегияның мысалы жақсы Петоро деген компания бар. Ол үлкен ірі жобаларға 50%-ға дейін кіреді. Ол оператор болып кірмейді. Енді пассивный партнер ретінде ақшалай кіреді. Операторствоны алмайды, бірақ енді ақшамен кіреді да. Бұл инвесторға өте жақсы көмек. Сол сияқты да Қазақстан осы үлкен жобаларға өзі кіру керек. Өйткені Қазмұнайгаз ол нарықтағы компания. Қазақгаз да енді IPO-ға шығады. Болашақта бір 10 жылда, мысалы, мен айта алмаймын, олар ұлттық компания болады деп. Олар, мысалы, Абзал айтқандай, шетелге шығу керек, акциялары, мысалы, нарықта болады. Бірақ нағыз ұлттық мүддені қорғай алатын мемлекеттік компания болу керек. Ірі мұнайгаз жобаларына. Сосын жаңа стратегия деп айттыңыз. Келсем, бәрі пирамида сияқты ғой, стратегия мысалы қалай болса, егер сол стратегияны бір қабылдадық, бізде мысалы былай шамалы жаңа сабақ алмайтынымыз деген себеп неге айттым? 2030 деген бір стратегиялық жоба болды басында. Одан кейін оны біз орындап тастадық, 2050 өтетіміз дедік. ГПФР болды. Енді былай қарайтын болсақ, көп та стратегиялық документ. Соңғы 20 жыл қарайтын болсақ, бірнеше рет ауысты да. Неге ауысты? Тұрақсыздықтан. Стратегияны қабылдаймыз. Мен тұрақсыздығынан. Сол стратегияны орындаудағы соңына дейін алып бармауымыз. Ол стратегияны белгілі уақыттан кейін өзгертіп тастауымыз. Мысалы, ең соңғы стратегия 2050-де 100 қадам болды да. Әлі күнге дейін есеп жоқ қой, 100 қадам қанша орындалды. 100 нақты қадам болды. Конкретті қадамдар болды. Мен былай әр қадам қарадым, мен әр қадам осы 5 институционалдық реформа деп аталды ғой. Әр саланың өзінің реформасы болды негізі. Оның енді үлкен андай консалтинг компаниялармен жасаған негізі өте нақты қадамдар болды. Бірақ соның 100 қадам ұмытылып кетті қазір. Шыны керек. Қаншалықты ол 100 қадам орындалды да? Мысалы, енді біреулер айтады 70% еді, біреулер 80%, біреулер білмеймін енді. Бірақ ешкімде есебі жоқ. Сол ғой, бір стратегияны қабылдау керек. Оны тұрақты түрде орындау керек. Егер орындалған өзінде де ол қате болды ма, ол да жаман емес. Қате деп мойындау керек. Келесі стратегия жоспарға оны енгізген кезде содан сабақ аламыз. Жаңа стратегияда бұл сабақтан алған екеуін біз жаңа стратегия қойдық. Егер стратегияны қабылдадық, оның астындағы бүкіл министерство соны жұмылдыра жұмыс істеу керек. Ал бізде сіз айтқандай, стратегия болғандықтан әр министр өз басына болған, бас басына би болған не ғой негізі. Себебі ауызбіршілік болмаған жерде белгілі бір мақсат болмаған кезде әрқайсысы өзінің мақсатына тартады, инициативасына. Сондықтан бұл жерде әр министр бір ненің несі болып кетеді, ішіндегі өзінің бір лобби группасының несі болып кетеді, шыны керек, тәуелді. Немесе өзінің ішіне интерестерін қолдап кетеді. Ал егер әр министр бір пример, оның үстіне бір үлкен стратегия, егер бәрі соған бағынатын болса, бәрі соған күшті бәрі соған кетеді. Ал бізде бәрі бытыраңқы, ауызбіршілік жоқ. Білім бар, ресурс бар, үшінші нәрсе жоқ та, және Алаш айтқан секілді. Білім керек дейді, екінші кәсіп керек дейді, ақша керек дейді, үшінші ауызбіршілік керек дейді. Бізде ауызбіршілік өкінішке орай жоқ. Ауызбіршілік болған кезде, белгілі бір мақсат болған кезде, меніңше сыртқа да шығамыз, ішке де шығамыз, ол кезде басқа біз инвестор да керек емес. Негізі өзіміз істей аламыз көп нәрсені. Сол екінші мәселе айтатын нәрсе, бәлкім менің ойымша біз кірісіміз азайды, мұнайдың бағасы төмен түсті. Жылда жәндегі ұлттық қордың 10 миллиард жобасы доллардан аламыз, 2007-тен бері тоқтамаған. Азайтамыз дейміз, әлі күнге азылған жоқ, ол алып келе жатырмыз. Ақшаның келіп жатқанда жәндегі есепті сағат алмаймыз. Қаншалықты ол ақша бізді тиімді жаратылып жатыр.
осының бір есебін алатын болсақ, менің ойымша, кім жақсы ақшаны жаратып, жақсы жобаны іске қосты, соған көбірек ақша беру керек. Неге? Өйткені ол добропорядочный негізі подрядчик. Сонында не жоқ, бір статистика жоқ. Біреу алады да, орындайды ма, қалай орындады, одан кейін оның 10 жыл, 20 жылға сол алған ақшасы, жобасы қаншалықты орындалды. Соның есебі болатын болса, онда бізде картина шығады. Кімге ақша беруге болады, а кімге бермеу керек, кімді соттау керек. Соның есебі жоқ, шыны керек. Айтайын да. Вот соның есебі болған кезде ақша өте тиімді жаратылады. Норвегияда мысалы біздің келген және 2 миллион баррель шығарамыз күніне мұнай. Норвегия 2 миллион баррель шығарады негізі. Бір дейді. Мәселе қаншалықты бұл жерде тиімді, және бұл жерде тиімді. Норвегияның ұлттық қоры мысалы 222 миллиард доллар алып келеді. Олар не істеді? Олар 10 миллиард доллар жаратпаймыз еді жыл сайын. Олар біз ақшаны вообще жаратпаймыз еді ұлттық қордан. Сендер өздерің нарықтық жәндегі неде шарттарда жұмыс істейсіңдер деді. Эквинор және Сатойлды сыртқа шығарып жіберді да. Сыртта жұмыс істе, іште жұмыс істе, бірақ сен бүкіл шетел компания бірдей неде жұмыс істеді деді, шартта. Одан кейін ол шыныға бастады. Ал біз ұлттық компаниялардың бәріне не беріп қоймыз жәндегі приоритетный право дейді жәндегі. Инвестор келеді, инвестор қанша жұмыс істесе де ұлттық компания асықпайды. Оны күтіп отырады. Сосын жәндегі бәрін жасап болғаннан кейін жақсы жарайды, мен алып оны инвесторға келіспейді ғой. Екеуі бірдей шартта жұмыс істеу керек та. Сол кезде мынау да шынығады, мынау да шынығады. Екеуі рингте бірдей шарт қою керек. Ал біз бәріне не беріп қоймыз жәндегі сіз айтқан секілді жұмсақтық танытамыз да. Сондықтан әркімде есеп болу керек, ақшасын берсек те жақсы жасаса, ол көбірек ақша беру керек. Үлкен жобаларға меніңше сол кезде не болады? Бізде тіпті ұлттық компанияларды сыртқа шығарып шынықтыру емес, тіпті ішкі нарықтың өзінде де әртүрлі дочкаларын әлі ыдыратпай отыр, ашық нарыққа бермей отыр мысалы. Біздің компаниялар жек қояр еді мысалға. Мысалға, біздің қызмет көрсету компаниялар сапамен де, санымен де жек қояр еді мысалға. Бірақ әлеуметтік жауапкершілікті көп біліп қойған, мысалға кей кезде мен ұлттық компанияларды да түсінемін. Мысалы, мемлекет әртүрлі жаңағы саяси науқан кездерінде халыққа уәде береді. Кейін бірақ енді ол берілген уәде міндетті түрде орындалу керек. Ол уәделер мемлекеттің өзінің жауапкершілігін және иығынан кәсіпкерлер мен ұлттық компанияларға келіп жүктеледі. Сондықтан жаңа кей кезде жанашырлық танытатын да осы. Мысалға шынында да осы ұлттық компаниялардың төңірегіндегі жаңағы қызмет көрсету компанияларын ашық нарыққа жіберіңдер, босатыңдар деп айтып келдік. Неше жыл болды? Бұл жақта енді Рәке еркін нарық керек. Еркін нарық керек. Өкінішке орай осы уақытқа шейін жалпы үкімет шектетіп жатыр да еркін нарыққа шығуға. Еркін нарық дегеніміз не? Қазіргі таңда енді шыны керек мұнайдың бағасы жергілікті нарықта экспортқа қарағанда 2 есе төмен. Өйткені бензин, дизель отын бағасы төмен болу керек. Газдың бағасы төмен. Ешін газ өңдеу зауыттары салынбай жатыр, өйткені жергілікті нарықта газдың бағасы экспортқа қарағанда 5 есе арзанда. Сұйытылған мұнайын газ дейміз да, бүкіл мемлекет, басқа мемлекеттер одан газ химиясы саласында шикізат шығаратын болса, біз отын ретінде қабылдаймыз да. Еркін нарыққа шығарсақ, көресіз, сол кезде инвесторлардың өздері келеді, өздері салады. Мемлекет бар, мына жақта ұлттық компания бар. Ұлттық компанияға статус беру керек та. Бұлар коммерциялық тұрғыда компаниялар ма? Ақша табу пайда ма? Әлде бұлар сол жердің қоғамдық мәселелерін шешетін ұйым ба? Себебі екеуі араласып кеткен да. Мемлекеттің алдына келеді да. Салық төле дейді, осыншама, неге сен коммерциялық компания істейді? Жарайды дейді, салық нені төлеп жатса, енді осындағы жергілікті адамдар жұмысын қамтамасыз етуің керек. Сен осы жердегі қоғамдық жобаларды жасауың керек, одан кейін. Онда ұлттық компания да түсінбейді. Мен мақсатым ақша тауып, көп оны асыру, жәндегі көбірек салық төлеу ма сіздерге? Әлде мен жұмысым салықтан басқа, тағы да басқа жұмыстар ма дегендей. Сондықтан мен ойымша, мемлекет негізі шетелде қалай жұмыс істейді? Шетелде мықты дамыған елдерде чемпиондар болады. Мысалы, ақш-та ол белгілі чемпиондар, жәндегі алғашқы нарықтық капитал жасаған, Microsoft және Amazon, олардың бәрі жеке компаниялар, оларға атын тізгін беріп қойған. Дүние жүзінде қай жерде сендер кәсіп ашыңдар, сендерге толықтай не береміз, қолдаймыз. Сендер мақсаттарың қорғаймыз, сендер мақсаттарың барып, кәсіптеріңді ашып, дамытып, бүкіл жерге жайылуың керек. Содан келген пайданы маған беріңдер, мен өзім елімде салықты өз жаңағы жобаларыма жұмсаймын. Жол салам ба, аурухана салам ба, бұл менің проблемам. Ал бұл жерде бізде қазір ұлттық компанияны да сыртқа шығармаймыз.
сен менің керексің, өйткені сен менің жергілікті проблемаларымды шешуің керек дейді да. Одан кейін барып мына жақта салықтан сендер неге дамымайсыздар деп айтады. Сен сол үшін конкретно не болу керек та жаңағы. Сен коммерциялық тұрғыдан бір компаниясын, жұмысың жоқ, мен сен тек қана салық алам болды. Ең жақсы жұмыскерлер жалда, ең жақсы көп кен орындарын аш, көбірек мұнай шығар, көбірек сат, өндір, мақсатың сол. Одан кейін салық менің проблемам. Мен аурухана ашамын ба, комфортный және жайлы мектеп ашамын ба, оған мұғалімдер даярлаймын ба, оның менің проблемам. Сол жерде мемлекет те өзінің жауапкершілік алғысы келмейді деп ойлаймын осы жерден. Конкретно жауапкершілік алу керек та. Мен конкретно және roles and responsibility және жауапкершілік және әркімнің өзінің несі болу керек та. Мен мынаны істеймін, сен мынаны істейсің. Одан кейін әркім, егер оның атын тізгін беретін болсаң, меніңше айтқандай ұлттық компаниялар негізі тек қана Қазақстан емес, сыртқа да шығады, олар жұмыс істеп кәсібін дамыта береді негізі. Оның өзінің совет директоры болады, оның астында және басқару несі болады. Олар өздерінің стратегиясын қабылдап, олардың мақсаттары сол енді, қорды көбейту, мұнайдың өнімін көбейту, пайданы көбейту ғой негізі. Басқа стратегияда KPI болмау керек негізі оларда. Бірақ басқа KPI-да мемлекет олар. Содан салықтың түрі де көбейіп кеткен ғой қазір. Басында мысалы тек қана бір салық болса, одан кейін 2 салық, қазір 3 салық, одан кейін барып обучение дейді, және білім салуың керек, одан кейін және ғылыммен айналысуың керек, не оқыр дейді, одан қалса анау салық бар, мынау салық көбейте береді да. Айналып келгенде оның аты басқа болса да, оның бәрі салық. Өткенде және петромайнингтің жасаған бір жұмысында әр мұнай өндіретін және компаниясын кәсіпорнына орташа есеппен 64% салық қойылады деген. Сонда былай қарап отырсаңыз, инвесторлар ма тонап жатқан елді, әлде инвесторлардың қалған ақшасының 64% кетіп жатқан кім алып жатыр дегенде ғой. Сондықтан бұл жерде меніңше әділ болу керек та. Өте дұрыс айтасыз. Расымен де өте керемет ұсыныстар нелер айтылып жатыр. Жалпы енді осы геология саласына келетін болсақ, геология саласының дамуы көңілдеріңізден шыға ма? Жалпы аталмыш саланы дамыту үшін қандай қадамдар жасауға қажет сіздердің ойларыңызша? Негізі энергетика министрлігі жылына кемінде 3 рет онлайн аукцион жасату керек болатын. Алдыңғы жылы былтыр 3 аукцион жасады, бірақ былтыр бір ғана аукцион. Мен өткенде жазғам, қазір ген деген бар, геологиялық зерттелмеген жерлерге мысалы инвесторларды тартуға болады да, олар сейсморазведка жасап, ары қарай энергетика министрлігімен тікелей келісім шарт жасауға мүмкіншілік бар деген қазіргі таңда депутаттар өзгерістер енгізуде кодекске. Негізі осы ген ашылғалы бір ғана аукцион болды. Негізі бұл жалпы дұрыс емес, өйткені қазіргі таңда кейбір компаниялар өтірік инвестормыз деп ондаған учаскелерді алып алған. Мысалы, бір адам 40 лицензия алып алған да генге. Ол енді тек қана мұнай газ емес, енді металл саласында да. Бірақ енді шыны керек, енді оның ақшасы бар ма соның бәрін жасауға? Енді бәріміз түсініп отырмыз. Ол алып алмақшы да, кейін ақша болмаған соң басқа партнерларды сатады өзінің үлесін. Жалпы енді қазіргі таңда енді орысша айтқанда бардак болып отыр да. Осы 5 жыл болды онлайн аукционда. 92 участок берілген. Осы 92 участокта 5 жылда мұнай табылды ма? Біз біріншіден енді мониторинг жасау керекпіз ғой. Неліктен аукционда ұтып алған компаниялар ақша төлемеді? Неліктен мұнай қоры ашылмады? Қазіргі таңда жауап жоқ. Мен сұрақ қойған болатын. Ең бастысы энергетика министрлігіне. Енді 6 жыл мерзім беріледі ғой. 6 жылда мысалы бүренен жасамаса, энергетика министрлігі кері. Геология газ біздің энергетика министрлігінде емес қой. Жоқ, енді жаңа участоктерге контракт келісім шарт беру энергетика министрлігі. Ал енді мысалы қараңыз, қазіргі таңда ген, егер сен генге ақша құятын болсан, сейсморазведка жасайтын болсан, ол комитет геология ғой. Ол басқа министерствоға қарайды. Министерство құрылыс министрлігіне. Егер бұл өзгеріс іске асатын болса, онда энергетика министрлігі тіссіз болып қалады да. Өйткені құрылыс министрлігінің геология комитеті участоктарды тарата бастайды. Участоктар тарата бастайды да, и амал жоқ, содан кейін энергетика министрлігі келісім шарт
тікелей жасауға мүдделі болады. Ал жалпы стратегия энергетика министрлігі тарапынан болу керек. Жыл сайын қанша аукцион жасаймыз, мониторинг жасалу керек та. Неге бізде соңғы жылдары аукцион ашылғанның өзінде де аукциондар азайып отыр қазір? Неге геология саласында инвестиция азайып жатыр? Неге инвесторлардың құлшынысы жоқ Қазақстанда? Ұңғыма қазуға, участок алуға, жалпы инвестиция құюға, инфраструктураға. Бірінші себебі, меніңше, біз инвестиция жағынан тартымды емес негізі. Қазақстанның қазіргі климаты да, мұнай-газ саласына. Басқа да салалар бәлкім болуы мүмкін. Себебі, былай айтайын, жаңа 6 жыл дедік қой, геология саласы мысалы. 6 жыл, ол негізі бір инвестор үшін аз уақыт емес. Ол лицензияны участокке және тендер емес аукцион қатысады, одан участокты алады, участоктан кейін барып одан жаңағы рабочий программа дейді, және бағдарламасын ұсынады. Ол жаңағы нелерден өтеді, өзінің этаптарынан өтеді. Жаңа бір Кусту групптың несі бар ғой, Қазпетролдың жәндегі өздердің жасаған бір анализ бар. Біз 10 жылдың 5-6 жыл тек қана құжатпен кетті өтті дейді. Қазақстанда ма? Иә, Қазақстанда. Бюрократия өте жоғары. Жаңа ГКЗ деген бар, ЦКР деген бар. Әрқайсысы ол этапты өткенше сіз инвестор былай ғой, сіз ақша, инвестор өзіңіз ойлайтын болсаңыз, бір мысалы кафе ашу үшін ақша құятын болсаңыз, сізге айтса 6 жылдан кейін ақшаңызды қайтарамын десе, кім құяды дейді да? Ешкім құймайды ғой. Сол секілді да, инвестор да ақшасын есептейді. Ол қазір құям 10 жылдан кейін барып шығады, оның жартысы тек қана документпен кететін болса, ол оған қызық емес та. Немесе ол инвестордың ақшасы көп болу керек та, соншалықты ол үшін жаңағы не емес, көп ақша емес. Бірақ ондай инвестор көп емес бізде. Әр инвестор біз ақшасын енді келген инвесторлар ғой, яғни бізде орта және ірі кәсіпорындардың ақшалары енді ғана жетіп жатыр. Оның мұнай-газ саласын участоктан алып, соны дамытуға, оны көріп жатыр қазір неден. Яғни бұл адамдар берген кезде өзінің кәдімгі бір өзінің бөлігін беретін сияқты береді да, ақшасын. Сондықтан бұларға меніңше жағдай жасау керек та. Жағдай жасау керек, қалай? Инвестициялық тұрғыдан бюрократияны азайту керек, оны ынталандыру керек. Екінші, ол жаңа квотирование дейді, ол жердегі ішкі нарыққа мұнайды жөнелтіру. Мысалы, контракт қойған кезде айтады, ішкі нарыққа сен қазір, мен кейбір кәсіпорындар білемін, сен 10 жыл бұрын 30% ішкі нарыққа жібересің, 70% сыртқа шығарасың, экспортқа деп контракт қойғызып алады. Қазір мұнай ішкі нарыққа жетіспей жатыр. Сондықтан 70% сен ішкі нарыққа жібересің, 30% сыртқа жібересің дейді. Инвестор бұндай тұрақсыздықтан ақшасын қойғысы келмейді. Мен қазір 50% деп ішкі нарыққа қойғызып алады, кейін келешекте 80% ішкі нарық дейтін болса, маған ақшасын қайтару одан сайын ұзақ кетеді оны. Сол үшін ол да қызық емес. Сондықтан осы мәселелердің бәрін шешпей, бізде мұнай-газ саласы дамымайды да. Демек, меніңше регуляторлық жағынан бірінші сол нелерді шешіп алу керек. Ал енді дамыған елдер айтайын, мысалы, бір ақш-та енді қатты мысалын берім керейді, бірақ ол жақта мысалы бір жерді алатын болсаңыз, сіз бүгін мысалы екі адаммен партнермен келісіп, ертең ақша құйып, ары күні өнім шығарып сата аласыз да. Соншалықты тез да. Неге? Себебі бүкіл жәндегі өтетін нелер ол жаңағы разрешительный документ, оның бәрі интернетте бар да. Ал бізде олардың бәрін адамдар жасайды. Ол жерде независимый эксперттер болады. Ол адам неғұрлым көп болған сайын, ол адам өзінің ықпалын сол жерден алғысы келеді да. Меніңше бұл системаны толықтай автоматизировать ететін уақытқа келдік қой негізі. Бәріне бірдей әділ болу керек. Бәріне бірдей система интернетте болатын болса, бәрі соны қарайды. Сен ең бастысы техника безопасности жөніндегі қауіпсіздік жағдай мен экологияны құртпайтын болсаңыз, онда сіз мұнай шығаруға бәріне меніңше барынша тез жылдамдатуға мүмкіншілік беру керек. Ал бізде оны емес, тек қана қорларда запас ГКЗ-ны оны жәндегі утилизация ету керек. Одан кейін барып сен жыл сайын өнім шығару керек. Ол өнім 10% көбеймеу керек, 10% азаймау керек. Одан қалса ұңғыманың сеткасы осындай болу керек. Одан қалса мынау көп та оның бәрі. А ол инвесторлар оның бәрін қадағалау мүмкін емес та. Сіз ақшаны құйған кезде сіз қалай болатынын білмейсіз ғой бірінші. Өйткені ең көп белгісіздік мұнай-газ саласында. Астында не бар білмейсіз. Шыққан кезде не болады білмейсіз. Оны сатқан кезде не болады білмейсіз. Сондықтан ынталандыру мақсатында кәсіпкерлерге барынша қолдау көрсетіп жеңілдету керек та. Сол кезде сіз мұнай қазір төмен түсіп жатқан мұнайыңызды төмен түсуін азайтып, баяулатып, бәлкім көбейтесіз та. Ал біз жылдан-жылға төмен түсіп отыр. 3 қана кен орнын мақтай береміз, оны алып тастау керек негізі. Бізде ең көп страдать етіп отыр және ең көп негізі қиыншылық көріп жатқан сол біздің 3 кен орнынан басқа бүкіл кен орнындағы мұнайдың өнімі түсуі. Ал егер пайда жағынан көрсек, минуста болуы да. Ол жақсы жаңалық емес негізі. Сондықтан геология саласын жәндегі разведканы алып тастау керек. Біздің қазіргі добыча проблема да, қазір өнім шығару проблема. Ал разведка келетін болса, жаңағы бюрократиялық проблемалар шешпей, біз алға жылжымыз. Оны айтып жатырмыз. Жаңа айттым, ұлттық жәндегі
2050 стратегиялық 100 нақты қадамның өзінде де мысалы шетелдік стандартқа өту деген болатын мысалы. Оны пайдалы қазбалар өтіп кетті, 10 жыл соғысып жүріп. Мұнай саласы өткен жоқ. 10 жыл асып кетті да. Бір болмайтын бір стандартты өткізудің өзі бізде 10 жыл алды да. Ал кезінде Қазақстанда МСФО-ға өтетін кезде Қазақстанский стандарт финансовый отчетности болады бізде КСФО. Содан МФСО өтетін кезде тез өтті да. Ал осындай керекті дүниежүзілік стандартта мұнай саласында өту 10 жылдан аса уақыт алады да. Оны бәрі біледі. Жаңағы ветерандар мен жастардың негізі соғысы ғой. Жастар шетелдің стандартымен жұмыс істеледі, ветерандар сол бұрынғы өздерінің ықпалын ұстап қалғысы келеді мысалы. Сондықтан осы әр жерде өзінің жеке не бар, бірақ төбеден стратегический жоғарыдан бір не болса, воля болса, onlar өзгереді негізі. Біз енді бұндай нені сынды көп естейміз. Шынында да бюрократия өте көбейіп кетті. Тіпті біздің сатып алу жүйесінің önünde де мысалы ұлттық компаниялар министерствоға жүгінеді, министерство бекітеді, ол өкіметпен келіседі, ұлттық компаниялар сол самұрыққа береді, самұрық мұратқа сонымен құжаттар бір-бірін іздеп жүрген кезде жаңағы адам атамызбен Хауана сияқты жаңағы 3 жылда бір жерде бір 9 қанша жаңағы ол жобаның қызығы да болмай қалды. Сондықтан шынында да ең бүткіл шаруалардың қазіргі таңда кесапаты шынында да ұзақ шешім қабылдау және де келісетін адамдардың көптігінен. Негізінен қазір Абеке этот бюрократияны жаңа өзгерістер бюрократияны ескере отырып, оны шектеп отыр. Негізі бұл жақсы ұсыныстар енгізілуде. Және де жаңа компанияларға, жаңа емес, егер жаңа инвестор мұнайды іздеп ақша салатын болса, зерттелмеген участоктен ақшасын бірақ мұнай таппады ғой, оның шығыны ескеріледі, келесі участокқа ақшасы сақталады. Бұл негізі Норвегияда болған. Жұмсаған шығын мың жақта есептеледі. Мысалы, бір участоктен екінші, үшінші участокқа өте беруге болады да. Бұл негізі өте жақсы стимул инвесторға. Осы өзгерістер енгізілді. Және де қалай? Мысалы, бұрында мұнай-газ компания тек қана тереңдікте 2000 метр одан төмен жасауға болмайды бұрғылау жұмыстарын. Қазіргі таңда шектеусіз. Мысалы, теңіздің өзін, енді шеврон дейміз ғой, Раке, кезінде 4000 метрден төмен қаздың деп штраф салған болатын. А қазір енді жаңа өзгерістер шектемейді, шектеу қоймайды. Бұл негізі жақсы өзгерістер. Ойлаймын, геология саласы жайлап дамиды деп. Менің ойымша, қазіргі заман бір асықпай шешім қабылдайтын заман емес, болмаса жаңағы 2000-нан бері нүкея 25 жыл өтті. Осы 25 жылда қалыптасып қалған жаңағы бюрократия ғой. Оны біз бір күнде әрине тазалап тастамаймыз, бірақ жаңағы жылына бір шешімді бұзу, және оны жылдамдатумен жүретін болса, тағы 25 жыл уақыт керек шығар. Сондықтан шынында да менің ойымша қаншалықты біз жылдам шешім қабылдау емес, қаншалықты біз жылдам жобаны іске қосатын амалдарды осындай мамандармен отырып ақылдаса мықтымы. Сосын әр жобаның өзінің, менің ойымша, бізде кейде қиындау бір зат неден туындайды. Біз бір стандартты, бір методиканы ойлап табамыз да, бір жобаға соны пайдаланғымыз келеді. Әр жоба, мысалға, әр түрлі. Оның сыртында, мысалы, ол жобаның жаңағы тарихы да бөлек. Географиясы да бөлік, инвесторлары да бөлік. Тіпті жаңағы іске асыратын азаматтар да ұлты да бөлік, діні де бөлік. Сондықтан әр жобаға жылдам, мысалға келді, мысалға мына жоба іске керек деді ме, мысалы отыра қалдықта міндет, мен білмеймін, ұлттық кеңес па, жоғалды жаңа экономикалық кеңес па, жылдам осы жобаны іске қалай асырамыз. Шында да мысалы қазір бізде азаматтық құрылыста жүрген, ол тіпті жоқ деп айтып, азаматтық құрылыста жүрген компаниялардың бәрі, мысалы, үйді салып біткеннен құжатында жасап атады ғой. Болмаса үйді салып жатқан кезде құжатын қатар жасап атады. Одан біз ұтылмаймыз, отпасақ. Тіпті сізбен біздің ең жақын жаңағы экспаттардың ішіндегі жолдасымыз Оливия Лазардың да ашынып, күйініп кеткен осы біздің ұзақ шешім қабылдауымыз ғой. Тіпті жаңағы біз қырылып соғысып 10 миллиардтан лотқа бөліп тастап жаңағы жобалар дейді. Сосын бір шетелдік компанияға барып, сендер 1 миллиардтың өзін жаңағы 100 жыл есептейсіңдер деп. То есть бұл инвесторлардың алдындағы сөз. Сондықтан
ұзақ шешім қабылдау түбінде келген кезде ұлттық қауіп. Жалпы сіз жоба демекші, осы 7-8 жылда осы мұнай-газ саласында жаңа жобалар жоқтың қасы. Осы жаңа жобалардың пайда болуына қандай да бір үміт бар ма? Осы президент өзінің бір жолдауында мұнай-газ саласындағы ірі жобалар Қазақстанда жасалу керек деп айтқан еді. Жалпы сол тапсырма қазір орындалып жатыр ма, әлде тапсырма күйінде ғана қалды ма? Енді ақша жоқ қой. Кім қаржы құяды, сол билейді. Шыны керек. Қытай мысалы қазіргі таңда газ химия саласына ақша салуда. Бірақ Қытай енді өзінің мүддесін іске асырады да, өйткені ол қызмет, ол сол Қытайдың зауыттардың тауарлары, мысалы Ресей 3 тет салу керек болатын. Көкшетауда, Семейде, Өскеменде. Олар да енді экспортный кредит дейді, арзан банкалық ставкамен. Олар да Ресейдің тауары болады деген келісім шартпен жасасқан болатын. Қазіргі таңда ақша жоқ бізде. Өкінішке орай, енді білмеймін, неліктен ұлттық қордан ақша бөлмей жатыр. Негізі енді түсінуге болады. Ол қазіргі таңда біз барлық ақшаны жеп қоятын болсақ, біз болашаққа не қалдырамыз? Ол да дұрыс емес қой. Президенттің тапсырмасы бар ғой, 2029 жылға шейін ұлттық қордың мөлшері $100 миллиард жету керек деген тапсырма бар. Енді сондықтан да деп ойлаймын, біз ұлттық қордан ақшаны ала алмай жатырмыз да, басқа жобаларға жұмсауға. Егер инвестиция болатын болса, ақша болатын болса, көптеген жобаларды іске асыруға болады. Өкінішке орай қазір жоқ. Қарашығанақ газ өндіру жобасы, мысалы, инвесторлардың айтуы бойынша ол $5 миллиард дейді да. Біз 2038 жылға дейін біз құйған ақшамызды кері шығара алмаймыз. Сондықтан да Қазақстан, онда сіздер кемінде $1 миллиард ақша беріңіздер бізге, қалтамызға. Немесе келісім шартты тағы да 5 жылға ұзартыңдар деп жатыр да. Ал енді бұл негізі дұрыс емес. Мемлекет өзі істеу керек қой, өзі салу керек. Өйткені Қарашығанақ жобасы келісім шарт бітеді, газ көп қалады. Ал енді біз газ өңдеу заводы болмайтын болса, білмеймін, 38 жылдан кейін біз салмайтын шығармыз. Өйткені қазір кемінде 8 миллиард текше метр газ Орынборға кетіп жатыр. Олар енді процессингдің бағасын өсіреді, өйткені модернизация жасайды да. Ол Орынбор газ өңдеу заводы Ресейдегі, ол 50 жылдан астам жұмыс істеп келе жатыр. Оларға үлкен модернизация керек. Қазақстанның газы арқылы олар модернизациясын жасап алады. Негізі стратегия керек жалпы. Стратегия және қаражат бөлу керек деген ойдасыз. Қаражат керек, қаражат өкінішке орай жоқ. Жобаларды бөлу керек деп ойлаймын. Үлкен жобалар бар, орта жоба бар, кіші жоба бар. Сосын біздің шамамыз келетін жобалар бар, Қазақстан өзі жасайтын, немесе шетелдік технологияға жендегі тәжірибеге тәуелді жобаларымыз бар. Ең мықты жобалардың бірі Қазақстанда теңіз Chevroil, оның айдан анық. Алдында 93-те келген кезде қол қойылды. Жаңа сіз адамның жеке сөзімен да, негіз қарап отырсаңыз, ешқандай бәлкім неде болған жоқ. Жылдам қосылды. Сол кезде 90 жылдардың соңына қарай олар 3 этапқа бөлді да. 3 этапқа бөлді. 3-ші этапында біз 40 миллион тонна жеткіземіз деген сол кезде келісім шартқа қойды. 40 миллион тонна жеткіземіз. Енді оның 3 этапы басталды. 2-ші этапы 2008-де бітті. 3-ші этап осы 2025-те бітті. ПБР мысалы. Әр этапында осынша әр этапта көтеріп отырамыз деді. Енді мен айттым ғой, әр жобаның басталуы бар, орындалуы бар, соңында одан сабақ алуы бар. Сол кезде бұндай күрделі жобаны орындаған кім? Теңіз Chevroil'да мысалы. Сол операторы мысалы, ол жақсы добросовой. Неге? Ол басына қалай сөз берді, соны қарай бәлкім бағасы, ақшасы өсуі мүмкін, уақыты шамалы шегерілуі мүмкін, бірақ орындады. Демек, бұған келесі жобаларда беруге болады деген потенциальный кандидаттың ішіне кіру керек бұлар. Ал енді екінші жобаны алсақ, Қашаған. Мысалы, Қашаған жобасында басына берген сөзімен істелген ісі бар, енді одан сабақ алу керек та. Бұның ішінде кім дұрыс, кім бұрыс жасады. Содан келесі, мысалы, үлкен жобалардың арасында Қашаған екінші фазасы болу керек деп ойлаймын. Неге? Қашағанның оның қысымы төмен түсе береді бұдан кейін. Оның ішіндегі мұнай көп болса, газ аз болса, уақыт өте-өтелі Қарашаған сияқты газы көп болады да, мұнай азая береді. Неге? Ол қысымның түсуіне байланысты. Сіз ол мұнайды қысым
жоғары болып тұрғанда алып қалмасаңыз, келешекте оның өнімін көтере алмайсыз. Қысым түскен үшін. Сол үшін Қарашығанақта мысалы 3-ші фазасы болған жоқ. Неге қысым түсіп кетті? Уақыт өтіп кетті да. 3-ші ол негізі Қарашығанақтың мұнайының негізі өнімі 15-16 миллион тонна жету керек болатын 3-ші фаза бойынша. Ол жерде де орындалған жоқ. Қарашығанақта 2 фаза орындалса, Қарашығанақта 1 фаза орындалды. Сонда қарап отырсаңыз, бұл мониторинг қой, сабақ алу да. Теңізшевройл қалай болды? Қашаған қалай болды? Қарашығанақ қалай болды? Осыдан сабақ ала отыра, келесі этапқа, мысалы, екінші этап, және айтқанымызда Қашағанның 2-ші фазасы болды, сол үлкен жоба болды негізі. Оны біз Қазақстан өз орнымызда орындай алмаймыз. Ол қаражат жағынан да, тәжірибе жағынан да. Осыны бәсекеге қою керек деп ойлаймын. Бірақ мықты инвесторлар араларында өзіміздің шартымызға тиімді. Теңізшевройлдың ұзатылуы бар 2033-тен кейін барып. Бұл да бір жоба негізі. Айналып келген. Неге? Өйткені 2033-те ол тоқтап қалса майды. Оның жаңа шамалы төмен түскен болады, бірақ өнімі әлі де көп береді. Бәлкім салық төлеу жағынан әлі де бірінші болып тұрады. Бұған кімге береміз бұны? Қазақстан толықтай өзіне ала алатындай әлі күшті емес деп ойлаймын өзім. Менің ойымша Қазақстан бәлкім толық алудың қажеті жоқ. Егер толық алсақ, тағы да әлеуметтік жаңағы салмақпенен ананы одан сайын өзіміз өлтіртеміз. Иә, оның ішінде кейбір 17 мың адам жұмыс істесе, біз 50 мың адамға жұмыс істейміз. Иә, дәл жаңағы бөле салайын. Қазір енді қазақтың кадрлары келіп жатыр ғой. Қазір енді бизнес айтып жатыр. Сәке Мәкеден Джон артыраға кетті дейді. Ол да бар, иә. Ол жаңағы сол ТШО-да жұмыс істейтін адамдар өзі басымыз қазақ болмашы дейді. Сондай да. Енді бұл жеке адамның пікірі ғой. Ашты болса да шындық. Иә, шындық. Сондықтан бәлкім біз әлі үйренген жоқпыз да. Мысалы, Араб елдерінде Эмиратта Аднок бар. Сауд Арабияда Арамко бар. Катарда Катар Энерджи бар. Оларда 2-3% артық ешкімге бермейді. Бүкіл жәндегі үлестер өздерінде, бірақ олардың өздері қатты жәндегі дүниеде тәжірибесі мықты адам болмаса да, мықты адамдарды ақ адамдар дейді ғой, өздерін жалдау арқылы, соның бүкіл жесін жұмыс етіп отыр да. Пирамида оларда. Пирамиданың басында өздері бүкіл егесі. Одан кейін барып жаңағы Британ, француз солар жұмыс істейді. Одан қалса үнділер жұмыс істейді. Одан қалса Пәкістан, Бангладеш кетеді ары қарай. Осының отырғызған да системасын. Біз маған да жоқ, саған да жоқ. Мен өзім басқарып, өзде ақша таппайды. Басқаға да бермейді. Сол жерде тұрмын. Сіз егер компетенцияң жетпесе, компетенциясы бар адамға көп айлық төлеу арқылы орнына жұмыс ету керек. Сосын оған айлығын бірден беру керек. Ең соңында егесі сіз ғой. Ең соңында сіз алуыңыз керек те негізі. Бірақ ең көп үлес сізге түседі, оған сабыр керек шамалы. Тұрақтылық керек. Біз асығамыз да. Біз көп беріп жатыр деп ойлаймыз. Негізі шыны керек, жұмыс істейтін адам жұмыс еткізу керек, бәрін система қоюыңыз керек та. Ана project management дейді онда. Негізі англосаксонский метод қой. Неге Chevron'да, неге Exxon'да, неге оларды тиянақты жұмыс істейді? Солардан келген нәрсе ғой. Project management жөніндегі екі ғана өз ассоциация бар. Вот соны соларға бере салу керек. Бұлар жасайды, негізі жақсы жасайды. Онда арабтар да соны қолданып отыр да негізі. Бірақ егесі біз болуымыз керек та. Арамко кезінде 1978 жылы 100% король өзіне қайтып алған кезде ұлттықтандыруда олар Chevron, Texaco, Exxon, Mobil 4 компания жұмыс істеп отқан. Енді Арамко деген Arabian American компания ғой. Төртеуін айтты. Жоқ, сендер кетпейсіңдер. Сендердің контракттарың концессияға сервис контрактқа өтеді деді. Сендер қанша мұнай шығарасыңдар, соған қарай сендер ақшаларын беремін. Сендер жұмыс істеуді жалғастыра беріңдер, егесі менмін деді. Ал біз дұрыс еге де бола алмаймыз, өзіміз жұмыс істемейміз, өкінішке орай. Жалпы біз геология саласын айтып өттік. Енді газохимия жобасына келетін болсақ, болашақта ұлттық газохимия секторын қалай қалыптастыру керек? Қандай даму стратегиясын құруымыз керек? Негізінен біз мемлекет өте гиганттық үлкен жобаларға кіргісі келеді, соларды іске асырғысы келеді. Шағын бизнеске беру керек қой дамытуда. Мысалы, KPI заводы бар да, полипропилен шығарады 500 мың тонна жылына. Оған 2,8 миллиард доллар ақша жұмсалды. Оның экономикалық жағдайы өте қиын. Әлі проекттік показательдерге шықпады, өкінішке орай завод. Ал енді нефтехимия ЛТД дегенді алатын болсаңыз, Павлодар мұнай өңдеу зауытының қасында іске қосылған. Ол жылына 80 мың тонна полипропилен шығаралады. Қанша? Өте кішкене. Ол 2 жылдан кейін уже табыс. Өзін-өзі ақтап алады. Өзін-өзі ақтап алды. Ол және де МТБ деген ол присадка, мысалы, бензиннің октан санын көбейту присадкасы. Бірақ оларға біз шектеп отырмыз экспортқа шығуына. Өйткені пропан-бутан жергілікті нарыққа жұмсалу керек деген сияқты. Керекті аз ғана
объем береміз. В общем, мемлекеттің бағдарламасына кірмесең кәсіп аша алмайсың. Мысалы енді қазір Мемлекеттің жауапкершілігін атқаруың керек, енді шыны керек енді. иә? Рас қой енді мынау таза енді ұят қой, ішінде де кәсіпорын қайтып дамиды. Енді Тимур Кулебаевты енді қазір көбісі қолдамайды ғой жаңа Қазақстанда. Оның жобасы бар етін. Шымкент мұнай өңдеу зауытында Алмекс проект деген бар. Премиальный полипропилен шығаруға. Ол қазіргі таңда ШХК деген компания бар, Шымкентский химический компания. Ол қазір МТБ шығарады да. Бірақ мемлекет шағын ғана фракция беріп отыр да. Экспортқа шықпасын, ақша көбірек таппасын деп. Ал енді Алмекс проект полипропилен шығаратын болса, Раке ол 2-3 жылда өзінің құйған ақшасын қайтарып алады да, ары қарай үлкен салықтар төлейді. Өйткені KPI экономикалық зонада одан КПН жоқ, ол қашан экономикаға ақша келетіні бір Құдай біледі. Енді қазіргі таңда үлкен жобаларда Басқа екі жоба. 7,5 миллиард доллардық жоба бар. Селена ол полиэтилен. Негізі ол керек жоба, бірақ ол 10 жыл бұрын керек жобалар ретінде. Енді ол 10 жылдан кейін енді салып отырмыз. Болашақта бір 5 жылдың ішінде полиэтиленнің бағасы қандай болатыны тек қана бір Алла біледі. Қосарым жоқ енді, негізі сол жерде гигантизм дейді ғой бізде шамалы. Бүкіл нәрсенің упаковка өте маңызды. Біз үлкен гигантский бір нәрсе бастағанша бәлкім майда-майда, бірақ жеке кәсіпорындарға беру керек қой негізі. МСБ-ның пайызы дамыған елдерде 70-80%, 90%-ға дейін барады да негізі. Өйткені солардың үлесі ішкі өнімге қатты әсер етеді. Ал бізде егер 10 қана компания 90% мұнай шығаратын болса, бізде демек олигополия ғой негізі. Жеке кәсіпорын неге дамымайды? Өйткені 10% жәндегі 90 компания бар да, 10% шығаратын. Олардың мүддесі қорғалмайды да. Мына жерде 10 ғана компанияның 90% мұнай шығаратыны, солардың мүддесі қорғалады да. Өйткені бұлар экспортқа жіберіледі, немесе басқа да привилегия бар. Солда МСБ ол қайдан дамысын? Сол үшін мынау 10% дамый береді, 90% жәндегі жеке кәсіпорын даму керек қой, МСБ. Қазір айтады, Алматыда, мысалы, Астанада ғана 70%-ға жетті дейді. Бірақ оны санау түріне де байланысты. Шаштарыз бәлкім да. Ал егер ақшалық тұрғыдан қарайтын болсаңыз, қаншалықты сондықтан Ұлытау сияқты жақтыларда 5% ба, сондай өте төмен, мысалы 10%. Ол МСБ даму керек. Шында да осыны ойлайтын бірде-бір премьер келмеді ме? Болмаса бірде-бір экономика министрі болмады ма? Егер шында да бұл жер бетінде жатқан қарапайым амалдар ғой, мысалы, шында да алдағы жаңағы 50 мыңдық, 40 мыңдық өнім шығаратын зауыттарға мүмкіндік берсе, бұл кәсіпкер мемлекеттен ақша сұрап жатқан жоқ, иә. Құр жаңағы шикізатыңды бер, сосын кейін жер бер, өзім сап аламын деп жатыр, иә. Салығын төлеймін деп отыр. Оның үстінде титулный ұлттың азаматтары, оның сыртында жаңа жұмыс орны, тұрақты жұмыс орны. Неге осындай бір қатыгездік бар бізде? Неге бұл қатыгездік қайдан пайда болды? Жоғалды шында да біз мемлекетімізді нарықтық мемлекетке айналдырғымыз келмейме? Бұл енді астар бар үлкен не ғой саясат. Мен сенбеймін. Бірде-бір премьер осындай ұсыныс жасамады, болмаса бірде-бір министр экономикасы осындай айтпады деп. Бірақ дегенменен жаңағы осы айтылып отырған бизнесті әр тараптандырып және гигантоманиядан кетпей бізде жаңағы терең өңдеу болмайтын айдан. Бұның жауабы бар негізі. Майда ұсақ түйек жобалар көп. Инвесторлар келетті саламыз деп энергетика министрлігінің газ, разрешение, да, газ сұрайды. Шикізатқа келген тоқтық болды, жоқ, бірақ ақша жоқ. Инвесторлар енді кезінде Банк развития Казахстана дейміз ғой. Сол ақша бөлетін да, қазіргі таңда ақша бөлуді олар енді шектетті ма? Негізі ақша жоқ шағын бизнесте. Енді сондықтан да сондай жобалар көп болған соң мемлекет өзі жоқ, біз енді өзіміз дамитын болдық дейді. Мысалы, Жайық петролиум деген айтамыз, газдан метанол шығарады. Әлінгі үшін бізде газ көп, ол өте үлкен бір технология емес. Метанолды біз Ресейден алып келіп жатырмыз да. Мысалы, Ресейде бағасы $200-300, бірақ КПО-ға мысалы мердігер $1000 тоннасына сатады.
мықты жоба да. Өте жақсы табыс көріп жатыр. Енді Жайық Петролиум енді қалай? Уже 5 Жайық Петролиум дегенше бөлек. Иә. 5 жыл болды. Мен салам жоспарда бір өткенде осы жаздама символически ашты да, қоршап бір колышқа қағып. Басқа инвестор келетін, мысалы мен досым бар, ол салғысы келді да, метанольный завод. Бірақ мемлекет тарапынан айтады, енді жоба бар, өкінішке орай, енді ол егер бас тартатын болса, сонда ғана кіресін. Ал енді қазіргі таңда енді Қазмұнайгаз компаниясы SNPC-мен бірге сол метанол, азот шығармақшы. Сол сияқты ұсақ түйек инвесторлардың ақшалары болмаған сон, ойлаймын, мемлекет өзі қолға алуға мәжбүр болып отыр да қазіргі таңда. Жалпы ірі тендерлар арқылы өндірісті жетілдіру қалай жүзеге асырылуда? Негізінде біздегі ірі жобалардың іске асуы бір бөлек мақсат. Екінші сол жобаға қатысқан кәсіпорындардың, ұлттық қазақстандық кәсіпорындардың жобадан кейінгі өмірі кішкене құндырақ болу керек деп ойлаймын. Жобаға дейін кәсіпорын қалай болып келді? Мысалға біз баламызды мектепке бердік, тарыдай болып кіріп, таудай болып шығып жатады ғой. Тура сол сияқты әр ірі жобаның жаңағы компанияның, ұлттық компанияларының күш жинап, мускул жинап, жаңағы ақыл жинап, амал жинап, жаңағы өсуіне көп нету керек. Қазіргі таңда тендерлік процедуралар қатты өзгере қойған жоқ. Цифровизация отыр, әңгімелер кетіп жатыр ғой. Цифровизацияда, бірақ дегенменен біз дүниежүзілік экономиканың және материалдардың технологиясына ілесе алмай жатқандықтан, ылғи тендерлардың документтері өздерінің батыстағы компанияларына тиімді және соларға ыңғайлы болып жасалынады. Шетелдік компаниялардың басым тұста отылуы әркімге шейін біздің жаңағы субподрядтың деңгейінен өте алмай жатқанымыз, EPC-ға жете алмай жатқанымыздікі осы да. Бұл тұрғыда шынында да жаңағы біздің ұлттық компаниялар, біз айналып келіп әңгімеміздің басында біздің ұлттық компаниялар сыртқа шығып, басқа мемлекеттің жаңағы агрессив тұрғыда басқа мемлекеттердің жобасын таптап, сол жобалар арқылы жаңағы біздің компаниялар пісіп жетілмей, бізге жаңағы мына елде ірі тендерлардан жаңағы генподряд алу арман болып қала береді. Бұл біздің жанымызға бататын дүние. Біз қалай дегенде де ұтыламыз. Біз арзан ақшамен де ұтыламыз. Өйткені біздің екінші деңгейдегі банкалардың және Европа банкілерінің беріп отырған ақша пайыз сияқысы екі бөлек дүние. Бізге Европаның бірде-бір банкісі ақша бермейді. Сондықтан екінші, маман дайындауда да ашты болса да шындық біздің Қазақстанда оқып жатқан бірде-бір маман, бірде-бір біздің операторға қажет емес. Әлгінге шейін отбасылық тұрғыда біз балаларымызды ертең бәсекеге сай маман алып, ертең 4 жыл, 5 жылға шыққан шығынды, ертең барып бұған маман ретінде жаңағы қабылдап өзінің өмірін бастап кетуіне үлкен күмән бар да. Әйтеуір жаңағы қатардан қап кетпейін, елден қап кетпесін. Әйтеуір диплом алды, ертең мақтанышында, ата-ана мақтаныш. Мен баламды оқыттым, мынаған диплом. Бірақ ол бала ертең өзіне пайдалы болмай қалып жатыр да. Қоғам түгіл. Сондықтан мамандарды әркімге шейін біз мықты маман, жаңағыда мысалы осы сіздерден артық біздің мұнай газ өндірісіндегі болып жатқан жағдайды ешкім білмейді ғой. Дегенменен батыстық мамандардың қымбаттау, батыстық мамандардың деңгейі жоғары екенін біз мойындап отырмыз. Маман дайындауды да біз бір сыртқа қарап отырмыз. Сондықтан қазіргі таңда бізде үлкен тендерлік жеңістіктерге жету үшін, EPC-дің біз бірлескен кәсіпорындардың жақсы тұрақ дамуын және де көбеюін ықпал етуіміз керек. Бірақ енді біздің тәжірибеде осы уақытқа шейін мысалға әр зат енді алдаудан басталады, кемшіліктен басталады. Осы уақытқа шейінгі кәсіпорындар, бірлескен кәсіпорындар тек қана тендерді ұтып алу үшін құрылған болатын болса, қазіргі таңда біздің мемлекеттік тұрғыда да, қоғамдық тұрғыда да осы кәсіпорындардың ішіндегі даму және қазақстандық үлестің нақты қазақстандық үлеске ауысуына жұмыс істейтін болсақ, түбінде сол кәсіпорындарды бәрі қазақстандықтар сатып алады. Біздің енді тәжірибеде көп қой, шетелдік азаматтар келіп компания ашып,
қазақстандық азаматтарды жұмысқа алып, кейін солардың жақсы жұмыс істегеннен ақырында бас директор қылып, одан кейін өздерінің компанияларының үлесін беріп, қазіргі таңда жаңағы өзінен өзі табиғи тұрғыда бірлескен кәсіпорынға айналып кеткен кәсіпорындар өте көп. Өйткені жаңағы бұл жерде шетелдік азаматтықтан да адалдық болды да. Көп жерден қазір шетелдік азаматтардың адалдығы да жоқ. Біздің мінезімізде жетпей жатыр да, жаңа өзіміздің бар дүниемізді сұрап алуға. Мысалға, Нүкең осы тұрғыда қаншама мақалалар жазды, мысалға, бірлескен кәсіпорындар қай жаққа жұмыс істеп жатқан. Басқа қазіргі таңда бізде мемлекеттік тұрғыда ресурсымыз олармен бірдей болады. Білім саласы болсын, жеңіл ақшасы болсын, технология болсын, біз олармен бірдей болып, ертеңгі күні жаңағы тендерді біз ұтып аламыз дейтін мүлде шанс жоқ. Жалпы сіз осы мамандар туралы өте жақсы мәселені қозғап кеттіңіз. Осы подкасты мен сол білім беру саласына қатысты қорытынды сұрақпен қойғым келіп отыр. Себебі осында айтылып отырған, талқыланған мәселелерді болашақта шешетін де, сол салада жұмыс істейтіндер де ол біздің болашақ мамандарымыз. Ал бірақ десек те осы Қазақстанның жоғары оқу орындары сол болашақ бәсекеге қабілетті сапалы мамандарды дайындап алып жатыр ма? Әлде тек қана грантты бөлу деген секілді тапсырмалармен ғана шектеліп жатыр ма? Сіздердің ойларыңыз? Сіз студенттермен көп кездесесіз ғой. Жалпы негізі осыдан бір 7-8 жыл бұрын жасаған бір жоба болды. Сол жобада мұнай компаниялары университеттерде маман дайындаймыз деп экспериментальный 1-2 класс алды, сынып. 3-4 сыныпта оқитын, курста оқитын студенттерді 2 жыл дайындау. Оларға шетелде мамандар алып келдік, жаңағы білім беру үшін, сосын тәжірибе жинау үшін сол ұлттық үлкен жобада жұмыс істеткізді, тәжірибе алды, алмасты. Сол кезде олардан бір не сұрағанбыз, кішігірім бір сауалнама жасауды. Осы күнге дейін бітірген студенттер қай жерде? Мұнай саласында. Сонда 90% өз мұнай саласында жұмыс істеп жатқан жоқ. Сонда түсінікті болды да, ұлттық жаңағы осындай университетте ең көп мұнай шығаратын университеттің 90% егер өз маман жұмыс істемейтін болса, демек грант көп. Ал университеттердің бәрі андай поручен круг қой шамалы. Университеттер немен жұмыс өмір сүреді? Гранттың саны өмір сүреді. Гранттың бағасы арзан болған үшін олар көп жасау керек. Пайда көзін айналып. Ал көп жасау үшін көп факультетті ашып, сол бағдарлама қабылдау керек. Ал ол қаншалықты грантты оқып жатқанның бәрі сол мамандықта жұмыс істеп жатыр. Оның және айтқанда ғой, жоба басталады, ол өткізіледі, соны сабақ алмаймыз да. Оның 90% егер сол салада жұмыс істемей жатса, демек ол университеттердің, факультеттердің өсуі керек та негізі. Мәселе сода, мен санға емес, сапаға жөн көңіл бөлу көбірек. Біз қанша баланы бітіреміз, ол балалардың уақыты да обал. Ол 4 жыл, 5 жыл оқиды. Қаншама мыңдаған студент оқиды, оның 100 ғана жұмыс істейтін болса, 900-ны бәлкім басқа мамандық таңдау керек та. Ал ол университеттер ол маманды өзгерте алмайды. Заманға сай өздерінің бағдарламасын өзгере алмай жатыр да. Олар сол жердегі тек қана гранттың сол салада көбейтумен ғана жұмыс істеп жатыр. Демек бұл университеттерден бәлкім гранттың сайын азайту керек, шектеу керек, бәлкім алып тастау керек та. Сол кезде нарықтық неде жұмыс істеу керек қой негізі университеттер. Сол кезде студенттерді тарту үшін өздерін ынталандырады әрқайсысы. Мына бағдарлама бар, мынандай біздің профессорымыз бар, мынандай жаңағы мүмкіншіліктеріміз бар, осыншама студентсін бітірді, осындай жерде жұмыс істеп жатыр деген бір статистика шығатын болса, онда кейбір университеттердің бәлкім беделі түсіп кетеді. Сондықтан бізде мақсат арттан да, мақсат баланы дайындап, оны уақытын тиімді өткізіп, одан кейін мемлекетке барынша ұзақ мерзімді пайдалы маман болу емес, қазіргі жағдайдың қамы да, менің бюджетім азайып қалмасын деп, гранттың санын көбейту, оны мемлекеттен талап ету. Дұрыс емес деп ойлаймын осы. Сіздің ойыңыз? Нью-Йорк бойынша біраз қызмет қылды ғой. Жоқ, жалпы мұнай газ компанияларында міндеттеме бар да. Енді ол теңгіз қашаған жобасына емес, одан тыс. Жылдық бір инвестицияның 1%-ын Нью-Йорк саласына, Нью-Йорк дегенім сол ғылыми зерттеулер. Және 1%-ын сол оқуға жұмсаған. Енді біз тиімді өкінішке орай пайдалана алмадық. Нью-Йорк ол жылына бір 15 миллиард доллар теңге жұмсалады. Теңге? Миллиард теңге. Миллиард теңге. Оқуға енді 20 миллиард теңге дейін. Қазір енді қалай мемлекет Нью-Йоркты алғымақшы. Енді мұнай газ компаниялары тікелей бюджетке төлейді. Бұл дегеніміз қосымша, басында Айбек айтып кеттік, бұл қосымша салық. Неліктен? Өйткені тиімсіз осы бір 2013 жылда бір
Норвегия сияқты іске аса алмадық неокрдың дамуын. Ал енді қазіргі таңда мұнай газ компаниялары 1% бөліп атқанын қайтадан бюджетке лақтырмақшы. Бірақ енді ертең ойлаймын мұнай газ компаниялары шырлайды, өйткені кемінде 70% олар өздеріне жұмсайды да, өздерінің мамандарын дамытуға. Негізінде біздің мемлекетке де қарапайым тұлғаға да, азаматқа да қарапайымдық жетпей жатыр деп ойлаймын. Шынында мемлекетте қандай үлкен амбициялық жобалар құрып жатса, бізде өмірге келе салып, бір өзімізге бір жылдап шығатын шыңдарға бір қысқа мерзімде жете салғымыз келеді. Әрине магистралық диплом алатын болсақ, болмаса бакалаврлық диплом алатын болсақ, бірде бір басшылық позицияға барамыз деп ойлаймыз, бірақ ол қате, адасу. Негізінде кез келген қазіргі таңда қалыптасқан мықты мамандардың тарихын зерттеп қарайтын болсаңыздар, қарапайым қара жұмыстан бастап өзін іздеген. Сондықтан шында да ана саланы бір тексеріп, мына саланы бір тексергенше жаңа іздене, одан да бір шында да жай қарапайым мамандықтың бірінші иесі болып, сол арқылы дамып, сол арқылы өсіп, ізденіп, жаңағы жақсы маман болу керек деп ойлаймын. Біздің мемлекетте де жеке кәсіпорындарда әртүрлі мамандық иесі болуға беретін гранттар өте көп. Адам тек қана өзінде ынта болу керек, жігер болу керек. Мен осы өндіріске қажеттім, болмаса мына салада мен өзімді дамыта аламын деп. Көбіне қазіргі таңда шында да интернет желісіндегі жылдан бақыт, әсерлі өмір шында да біздің жастарымызды бір басқа бағытқа бұрып баратқан сияқты. Сол себепті мен жастарыма айтар едім, шында да абай аталарың айтпақшы, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан дейді. Ол кетік шында да іздену және қарапайым қадамдардан басталып ұлы тұлғаға айналатын істер. Бұл жерде бір академия бітірудің де қажет жоқ. Тек қана өзің ісіңді шын жүрегіңмен жақсы көріп, бірінші өзіңе пайдалы, екінші өзіңнің дүниеге әкеліп сені азаматтық қалыптасқан ата-ананың алдындағы борышыңды атқару үшін сен аянбай еңбек етуің керек. Еңбек қара жұмыс. Одан жиіркенудің де, болмаса нетудің де қажет жоқ деп ойлаймын. Ар жағындағы терең білім алып, жаңа ғылыми жұмыс болмаса басшы боламын десең, ол уақыттың өлшеміндегі дүние деп ойлаймын. Көп рахмет, арнайы уақыт бөліп подкастымызға қонақ болып келгендеріңіз үшін рахмет. Біздің подкастымыз осымен тәмам. Енді бұл өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан өзіміздің үмітіміз өте көп, және де осы биыл көтерілген мәселе биыл шешіледі деген үміттеміз. Солай болсын. Мерекелеріңізбен құрметті көрермендер, жаңа жыл жақсылығымен келсін. Сау болыңыздар. Аман болыңыздар.